Ассалаумағалейкум, дұрыс тамақтану арнасының көрермендері. Бүгін біз анардың пайдасы жайлы айтатын боламыз. Құрметті дұрыс тамақтану арнасының көрермендері, қазақ тілі арнаның дамуына үлес қосып, бар болғаны 15 секунд уақытыңызды қиып, видеомызға лайк басып, арнамызға тіркеліп, қоңыраушаны баса кетулеріңізді сұраймын. Қызықты, пайдалы ақпарат беру менен, қолдау көрсету сіздерден болсын ағайын. Ендеше видеомызды бастаймыз. Жабайы анар Кавказда, Орта және Кіші Азияда, Ауғанстан мен Үндістан елдерінде кездеседі. Кәдімгі анар орталық Азия жемістерінің ішінде көп өсірілетін дақыл. Оңтүстік Қазақстанда анардың қызғылт гүлөшша, бала мюрсәл, қазеке анар, қызыл анар, тағда басқа сорттары өсіріледі. Биіктігі 3-5 метр, бұтақтары тікенекті, ашық қызыл түсті келеді. Анар жарықты жақсы көреді. Құрғақшылыққа төзімді, суыққа төзімсіз. Орта есеппен әр ағаштан 25-30 килограмм өнім алынады. Ағаштары жемісті 30-50 жылға дейін береді. Кейбір анар 300 жылға дейін өседі. Жемісінің салмағы 200-ден 1000-ға дейін, дөңгелек, диаметрі 8-10 см. Шырынды, көп тұқымды, сыртында қатты қабығы бар. Жемісінің шырынында 80-90% су, 8-12% қант, 0,5 және 5% түрлі қышқылдар, 3-4% көмір су, С және В витаминдері болады. Анар жемісі шырына қандай дәруменге бай екені барлығымызға да таныс. Өйткені бұл жеміс туралы аз жазылып жүрген жоқ. Дегенмен, анар жемісінің ерекше қасиеттері мен пайдалы жақтарын біле жүргеніңіз жөн. Анар адам организмі құнарлы заттармен қамтамасыз етіп отырады. Оның құрамында 15 түрлі амин қышқылы бар. Сонымен қоса К, С, В9, В6 дәрумендері мен минералдарға калий, мырыш, фосфорға бай. Анар калориясы төмен жеміс. 100 грамм жемісте бар жоғы 72 килокалория болады. Шырының құрамында танин болуына байланысты және жемісінің қабығын медицина асқазанның жұмысы бұзылғанда, ал кепкен бұтақтары мен діңінің қабығын ішек құрттарына қарсы дәрі ретінде қолданады. Асқазан ауыратындар, асқазан сөлінің қышқылы жоғары, гастритпен ауыратындар, сондай-ақ энтерокалиттен ауырғанда анардың ащы сұрыптарын пайдалануға болмайды. Қанның құрамында темір аз болса және адам сүйектері сынғанда тез бітіп кету үшін анарды жеу керек. Анар шырынының тағы да бір ерекше қасиеті, ол радиация әсеріне шалдыққандарға көмектеседі. Анар шырыны иммунитеттің жағдайын жақсартады. Нәтижесінде ағза тұмау сияқты ауруларға шалдықпайды. Жөтел кезінде тіпті анар шырынымен тамақ шаюға кеңес беріледі. Анар құрамында калийдің мөлшері өте көп болғандықтан, ол қан қысымын төмендету үшін өте тиімді болып табылады. Анардың құрамында қабынуға қарсы тұратын зат бар, және ол буын ауруларына шалдыққан адамдардың шеміршектері ыдырауының алдын алуда маңызды рөл атқарады. Анар шырыны сондай-ақ адамды буын қабынуына шалдықтыратын ферменттердің артуына кедергі жасайтын және шеміршектердің бұзылуының алдын алады. Анар құрамында өте көп мөлшерді эстроген элементі бар. Бұл элемент әйел адамдардың сүйектерінің қаусап кетуінің алдын алады. Анар косметика саласында аса кең таралған. Ол теріні бос радикалдардың әсерінен қорғайды. Теріні қалпына келтіру процестерін белсендірілендіреді. Оны қоректендіреді және жандандырады. Сондай-ақ коллаген мен эластиннің синтездеуіне мүмкіндік туғызады. Бұл әжім қыртыстарының жазылуына, терінің тығыздығы мен созылымдылығын ұлғайтады.